Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен мен 8 наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Жүректеріңіз нұрға, құшақтарыңыз гүлге толсын. Жалпы 8 наурызда кейбір аналардың, қыздар қауымының, әйелдердің және көп бір актуальный темалар болып кетеді ғой. Ойбай, 8 наурызға бір күн қалған, дұрысып қалу керек, анау мынау деп. Негізі көп адамдарда жаңағы жаппай ойлаудың қабілеттерінде кез келген адам сыйлық күтеді деп ойлайтын жалпылама ойда болуы мүмкін. Негізі расымен де, шын мәнінде адамның жан дүниесіне үңілетін болсаңыз, адамдардан сыйлық күтпейді, адамдардан құрмет күтеді, бір ауыз жылы сөз күтеді. Сіз 10 мың рошан гүлін апарып тастасаңыз да, ешқандай эмоциясыз, оған бір құрметсіз апарып есігінің алдына апарып лақтырып кетсеңіз, оның бір тиынға бір тал гүлдің құнындай құнды болмай қалады. Сондықтан кез келген сыйлық несімен құнды болады десем, құрметімен құнды. Құрмет болған, сыйластық болған жоқ жерде кез келген бір шын ниет, шын жүрекпен сыйланған сыйлық құндырақ деп ойлаймын. Сондықтан көптеріңіз, көп адамдар жаңағы сондай бір ойдың, сондай бір сезімнің, сондай бір қалай қате пікірдің жетегінде кетпесеңіздер екен. Кез келген қыз, кез келген ана, кез келген адамзат баласы біреуден сыйлық алған кезде оны сыйлағаны үшін қуанады. Сыйлы болғаны үшін қуанады. Сыйлы болғаны үшін, құрметке лайық болғаны үшін, құрметтелгені үшін ол кісі сондай риза болады. Сондықтан кімді разы қылғыңыз келсе де, қандай сыйлық сыйласаңыз да, шын жүрегіңізбен ризашылық сезім тудыратындай нақты бір сондай бір сыйластықпен сыйлаңыз. Ол әлде қайда құндырақ болады.